Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді донер дайындайтын боламыз. Менің каналымды жоғалтып алмау үшін лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Жақсылап жуылған тауығымызды видеода көрсетілгенде ұсақтап турап аламыз. Содан соң қызып тұрған майымызға тауығымызды салып қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш және де соевый соусымызды салып қызартып қуырып аламыз. Соусымызды кетчуп, майонез және де қаймақтан жасайтын боламыз. Соусты көбірек салған сайын донеріміз сочный әрі дәмді болып шығады. Донердің салмасына сыр, лаваш және де қуырылған тауық, қызанақ, қияр, маринадталған сәбіз және де қуырылған картошка саламыз. Лаваштың көлемі үлкен болғандықтан мен оның ортасынан кесіп, бір лаваштан 2 донер жасаған болатынмын. Донердің салмасын өз қалауларыңызша, үйлеріңізде қандай нәрсе бар, солармен жасай берсеңіздер болады. Осылай видеода көрсетілгенде орап шыға бересіздер, ол ашылып кетпейді. Менде осы рецепттен 7 донер шықты. Қызып тұрған табаға май жақпай донердің екі бетін қызартып пісіріп аласыздар. Бұл маңызды емес, бұл тек қана донер қытырлап шығу үшін ғана жасалады. Біздің қытырлақ донеріміз дайын болды. Сіздер де дайындап көріңіздер, өте дәмді шықты. Астарыңыз дәмді болсын.